Егер сіздің ұйқы безіңіз ауырса, оның соңы панкреатитке, яғни ұйқы безінің қабынуына ұласады. Ол тез жазылмайды, емінде ұзақ уақытты қажет етеді. Бірнеше дәрілердің тізіміне қоса, арнайы диета да ұсынылады. Сіздің сүйікті тағамдарыңыздың кейбірінен бас тартқыңыз келмесе, халықтық жолмен дертіңізге дауа табыңыз. Ол үшін мына 4 емді қолдансаңыз болғаны. Ауруыңыздан әп-сәтте-ақ айығасыз. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма жазылып, қазақша пайдалы каналдың дамуына үлес қосуларыңызды сұраймын. Ұйқы без ауруының негізгі белгілері: оң және сол жақ қабырғаның асты ауырады, іш өтеді, іш кеуіп желденеді, жиі кекіру мазалайды, жүрек айниды. Егер сізді осы белгілер мазаласа, уақыт оздырмай тексеріліңіз. Қажетті ем шараларын жүргізуді кейінге қалдырмаңыз. Егер дәрігерге баруға уақыт таппасаңыз, онда біз ұсынған мына емді жасап көріңіз. Аскөк дәні. Емдік тұнбаны дайындау үшін 1 шай қасық аскөк дәнін 200 мл қайнаған суға салыңыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 1 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 жұтымнан күні бойы ішіңіз. Сұлы ботқасы. Әжелеріміз ұйқы безін сұлының көмегімен емдегенін біріңіз біліп, біріңіз білмейтін боларсыз. Сұлының қайсы түрі болса да, ұйқы безіне шипа болатын қасиетке ие екендігі дәлелденген. Ем үшін 1 литр суды отқа қоясыз. Қайнап шыққан соң жарты кесе сұлы ұнтағын салыңыз. Баяу отта 10-15 минуттай қайнау қажет. Белгіленген уақыттан соң отын өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қоясыз. Дайын болған ботқаны таңғы асқа жейсіз. Емді күнде таңертең 1 апта үзбей жүргізесіз. Ескеріңіз, ботқаға майда, тұз да, қант та қосуға болмайды. Лимон мен сарымсақ. Бұл рецепте ұйқы без ауруына ем болады. Оны дайындау үшін 2-3 дана лимон, 3 бас сарымсақ, 100 грамм ақ желкен қажет. Панкреатиттен бір жолата құтылғыңыз келсе, осы емдік қоспаны әзірлеңіз. Алдымен қажетті заттардың бәрін тазалап жуып, блендермен ұсақтайсыз. Біркелкі езілген қоспаны шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қойыңыз. Дайын болған қоспаны тамақтанудан 15 минут бұрын қабылдайсыз. Емді 3 ай жалғастырасыз. Сосын 2 ай үзіліс жасап, саулығыңызға қарай емді жалғастырасыз. Қарақұмық. Ұйқы безі ауруына қарсы тұратын қарақұмық екенін білесіз бе? Бойыңызды билеген аурудан 10 күнде құлан таза айығасыз. Ол үшін 10 күн бойы кефирге бұқтырылған қарақұмық жеуге әдеттеніңіз. Ботқаны дайындау үшін 1 стакан қарақұмық жармасына жарты литр кефир құясыз. Қақпағын жауып түнге қалдырасыз. Таңертең жақсылап желдетілген қарақұмықты таңғы асқа жейсіз. Егер тым көп тамақ жеуге үйренбеген болсаңыз, бұл мөлшерді 2-ге бөліп, таңертең және кешке жеуге де болады. 10 күннен соң емді тоқтатасыз. Арада 10 күн өткізіп, қажет болса тағы қайталаңыз. Ардақты оқырман, бұл әдісті қолданғаннан кейін 2-3 күнде оң нәтижесін көресіз. Қабырға астының ауырғаны басылып, өзіңізді жайлы сезінесіз. Сонымен қатар, үлкен дәретке де қалыпты барып жүргеніңізді байқайсыз. Әрі теріңіз тегістеліп, бетіңіз тазарады. Осынау сұлулыққа ие болғыңыз келсе, бұл әдісті байқап көріңіз. Сіздермен бөліскім келгені осылар еді, достар. Видео сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Ем болсын, ауырмаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау жүріңіздер.